Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге аз уақытта дайындалатын және соған қарамастан өте дәмді болып шығатын тары талқаннан осындай десерттің жасалу жолын ұсынамын. Алдымен бізге 100 грамм тарыдан жасалған талқан, бидай талқаны 100 грамм және де 40 грамм қант ұнтағы қажет, 70 грамм ерітілген сары май қажет. Осы заттарды жақсылап араластырып аламыз. Алдымен күрекшенің көмегімен, одан кейін қолмен араластыруға болады. Жақсылап біркелкі массаға келтіріп алғаннан кейін крем дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 33%-ық сливки 250 мл көлемінде қажет. Осылай жақсылап көпіршітіп алғаннан кейін 50 грамм қант ұнтағын қосып, әбден қою масса болғанша көпіртетін боламыз. Одан кейін осындай кондитерлік қалташаға насаткамызды салып, жаңағы кремімізді салып, әдемілік үшін кремімізді саламыз да, жаңағы енді десертімізді дайындаймыз. 3-4 қасық көлемінде осындай ыдыстарға немесе арнайы трайфл деп аталады. Сол трайфлға арналған арнайы қорапшаларға салуға да болады. Бұл жердегі талқан мен осы кремнің дәмі өте керемет болып үйлеседі. Міндетті түрде осылай дайындап көріңіздер, және де бетіне әдемілік үшін тарыны септім. Астарыңыз дәмді әрі берекелі болсын.